Сәлем достар, сіздермен бірге Маржан Нұрханқызы. Бұл видеоны бақытты адам болуға ұмтылған адамның барлығы көруге тиіс, себебі бұл Мырзакелді Кемелдің өмірге көзқарас деген қысқа аудармалары. Соның ішінде бақытты адамдардың 8 әдеті деп аталатын нұсқаны сіздерге оқып бергім келіп отыр. Соңына дейін міндетті түрде көріп, менің каналымды бағалап, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ешкім кездейсоқ бақытты бола салмайды. Бұл тиянақты өмірлік позиция. Адамның көбі қаншалықты бақытты болам десе, соншалықты бақытты деп Авраам Линкольн айтқан. Бірінші, өзгенің не ойлайтынына алаңдамаңыз. Бақытты адамдар жайсыз пенделердің көңілін түсіруіне жол бермейді. Басқалар не десе де жаманатты жүрегімен қабылдамайды. Себебі олар құрмет көрсетуге лайық, кемшілігі жоқ емес, бірақ соны қабылдай алатын жандар. Екінші, не нәрседен де жақсылық көре біледі. Барлық жамандықтың бір қайыры бар. Егер жамандықтың жақсы жағын байқай қалса, онда оны өз қолымен жасайды, еш өкінбейді. Егер жақсы адам болса, онда тамаша. Егер жаман болсаңыз, бұл сізге тәжірибе. Әрдайым көңілді әрі риза болу. Бақытты адамдарға түріңіз қандай, қайдан келгеніңіз бәрібір. Олар сізге өзінің бақытын шашып тұрады. Төртінші, көп біледі, мейлінше позитивте жүреді. Күлкі мен жымиыс бақытты адамдардың ерекше мінезі. Бесінші, бұл әлемде бәрі кемел еместігін білу. Әрбір адамның қателігі, кемшілігі бар. Сол кемшілікті ол байқайды және түсінеді. Түсіне тұрып, ол адамға шаттық сыйлайды. Алтыншы, бүгінмен өмір сүр. Мен өмірімде көп қиындықты бастан кештім. Соның дені шынында да болды деген Марк Твен. Бақытты адамдар жұманың кешін, жексенбінің таңын, жаңа көлікті сатып алуды, жаңа пәтерге көшуді күтпейді. Көктем, жаз, күз, қысты күтпейді. Бұл ең үлкен қате. Өзіңді өмір сүрдім деп есептейсің, ал жаның сақтау жәшігінде жатады. Жетінші, қоршаған ортаға еңбек сіңіру. Өзіңді бақытты сезінудің басты тәсілі қоршаған ортаны өзгерту, өзіңді де өзгерту. Сегізінші, ең соңғысы білім қуу. Бақытты адамдар өте ізденімпаз, әдем, адам жайлы көп дүние білгісі келеді. Біз білмейтін жүрген дүние көп қой. Өмірге деген құлшыныс адамға жағымды күш қуат береді. Ойлау жүйесіне игі ықпал етеді. Элчин Сафарлидің мынандай сөзі бар. Бақыт мінездің бір қыры. Біреулер үнемі бақытты күтіп өтеді, біреулер іздеп жатады, ал үшіншілер оны сол жерден тауып бақытты болады. Сондықтан бақытты болуға ұмтылайық. Және өмірге көзқарас деп аталатын кітаптан тағы түйгендерімді, ұнаған тұстарын сіздерге шығарып отыруды ұйғардым. Сондықтан каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.